Қаланың қарбалас бір күнінде әже мен немересі автобусқа мінді. Автобус іші лық толы. Әже қолындағы дорбасын қыса ұстап айналасына байыппен көз жүгіртті. Осы сәтте мұны байқаған бір жас жігіт еш ойланбастан орнынан тұрды. Ол әжеге жылы жүзбен қарап, орнын ұсынды. Әже ризашылықпен күлімдеп жайғасып отырып: «Рахмет, балам. Өркенің өссін, ғұмырың ұзақ болсын. Сені бағып-қағып өсірген ата-анаңа алғысым шексіз», деді. Жас жігіт ұялып басын изеді. Мұны көрген немере сәл ойланып қалды да: «Әже, неге сонша рахмет айттыңыз? Үлкендерге құрмет көрсету кішілердің парызы емес пе?» деп сұрады. Әже немересіне мейіріммен қарап, жұмсақ үнмен жауап берді: «Балам, дұрыс айтасың. Бірақ әрбір жасалған жақсылық міндетті түрде бағалануы керек. Үлкендер де кішілердің құрметін қадірлей білуі тиіс», деді. Сәл кідіріп әже сөзін жалғастырды: «Халқымызда мынадай дана сөздер бар, балам. Ақылдылықтың белгісі үлкенге құрмет көрсету. Даналықтың белгісі кішіге жол көрсету. Мейірімділіктің белгісі ұлтыңды ұлықтап, халқыңды сүю. Мінездің көркемдігі барлық жерде өзіңді мәдениетті ұстау». Немере бұл сөздерді жүрегіне түйіп басын төмен салды. «Кешіріңіз, әже. Мен дұрыс түсінбеппін», деді ұялып. Әже күлімдеп немересін бауырына тарта: «Жарайсың, балам. Түсінгеніңнің өзі үлкен тәрбие», деді. Автобус тоқтап, әже мен немере бірге түсіп бара жатты.